Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда көптің сұрауы бойынша осы ерекше қолөнерімнің жасалу жолын қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен бұны пеноплекс материалынан жасадым. Пеноплексті алып, бетіне қыран мен күннің суретін саласыздар. Оны жақсылап қиып алып, золотистый фоамираннан да дәл сол суретті қиып алып, ыстық клей арқылы бетіне жабыстырамыз. Және осылай зубочистка мен суши таяқшалармен ыстық клей арқылы бір-біріне бекітетін боламыз. Мен подставкасын осылай ту түстес қылып жасадым. Оны да пеноплекстен жасадым. Ол негізі жеңіл болады екен, сондықтан ауыр зат пайдаланғандарыңыз дұрыс. Барлығы әдемі болып шығу үшін мен пеноплексті бірінші сарыға бояп алдым. Қазақстанның картасында осылай пеноплекске жабыстырып, күннің ортасына жабыстыратын боламыз. Міне осылай барлығын жинап аламыз. Сосын подставкасына орнататын боламыз. Батарейкамен жанатын гирлянды бар, сары гирлянды. Соны күннің жиегіне айналдыра, лампалары әр шуаққа келетіндей етіп орап жабыстырып шығамыз. Міне осылай сарыға бірінші бояп кептіріп алып, содан соң жылтырақ фоамиранымызға жабыстыратын боламыз. Міне сол кезде бізде осындай өте әдемі, ерекше қыран мен күннің қолөнері пайда болды. Егер видеом ұнаса, түсінікті болған болса, комментарияға жаза кетіңіздер.